Қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Биыл асқан суретші, аты аңызға айналған тұлға Әбілхан Қастеевтің туғанына 120 жыл. Осыған орай Қазақстан Республикасы Суретшілер одағының мүшесі, Жетісу облысы өңірлік төл таңбасының авторы, сондай-ақ Қазақстан Республикасы ұлттық дизайн академиясының академигі, Қазақстан Республикасы көркем академиясының корреспондент мүшесі Дәуренбаев Есет Жеңісұлы ағамыз келіп отыр. Есет аға, қош келдіңіз. Енді биыл жаңа сөз басымызда айтып қалдық, Әбілхан Қастеев атамыздың туғанына 120 жыл. Әбілхан атамызды білмейтін қазақ жоқ. Мына қазақ сурет өнері мен Әбілхан атамыздың арасындағы байланыс өте және тым тереңде жатыр. Енді бүгінгі әңгімемізді осы Әбілхан атамыздың өмірімен бастасақ. Жақсы. Енді біздің қазақ бейнелеу өнерінің тұңғыш суретшісі, бейнелеу өнерінің негізін салушы, Шоқан Әулиеханов атындағы мемлекеттік сыйлықтың лауреаты Әбілхан Қастеев атамыздың биыл 120 жылдығы. Енді ол кісі ана жылы Жазиралы Жаркент өңірінде де үлкен 100 жылдығында мен өзім болып едім. Ол үлкен тойда. Онымен атамыз енді ерекше шебер, қаншама үлкен тарихи картиналары бар. Енді атап айтсақ, жаңағы Амангелді портреті қазақ батырының, ол суреттің өзін портретті 30 жыл уақытта салып бітірген. Енді ол кісі арнайы сол Амангелдінің суретін салу үшін де Торғай өңіріне барып, сол жердегі сарбаздармен кездесіп, және ұрпақтарымен жолығып, ол кісінің жаңағы қандай бейнесін суреттеу арқылы бейнесін түсірген, салып. Енді ол үлкен, жаңа айтып отырмын, 30 жылдың ішіне зерттеп, соңында жаңағы картина өзі керемет болып шығады. Үлкен тұлғалы батырдың нағыз композициялық суреті. Және бір Түрксіб картинасы мысалы. Біздің Жетісу жерінде енді Айнабұлақтағы Түрксіб, онда да бұл картинасы да ерекше шыққан, сондай композициялық суреті. Өзі ол кісі темір жолда да істеп, бұл кезде Түрксібті салғандар деп, жаңағы картинасында ерекше. Соның алғашқы отарба дейміз ғой. Оның бәрі анық көрсете білгенді суретте ерекше. Енді сондай жұмыстары көп. Ол кісінің 100 жылдығында мен анық есімде, біздің Талдықорған қаласының көркем сурет галереясында ол кісінің 100 жылдығында бүкіл Алматыдан жаңағы Қастеев атындағы өзінің музейінен бір жұмыс алып келді ғой. Осында халық көрімен бір жақсы ерекше сезімде болды. Жақсы аға, рахмет. Енді мына өзіңізде суретшісіз аға. Өзіңізде мына біздің облысымыздың өңірлік төл таңбасының авторысыз. Сізде өзіңіздің ойып тұрып алған орныңыз бар. Енді мына әңгімені Әбілхан атамыздан бастап, Әбілхан атамыз туралы суретшіден артық жеткізе білетін адам жоқ. Өйткені сіздер сол сурет әлеміне еніп, сол Әбілхан атамыз сияқты боламыз деп өздеріңізді бала күнінен қолдарыңызға қыл қалам ұстадыңыздар. Енді мына бір нәрсені айтып өтіңізші. Осы Жетісу облысы өңірлік төл таңбасының қалай дүние келді? Оған сондай идея қалай пайда болды? Ол енді өзі есімде жаз айы болатын, маусым, шілде айлары. Бір телефонды ашып отырып қарап едім, хабарландыру түсіпті. Осындай Жетісу облысының өңірлік төл таңбасын жасауға деп ербін. Және талаптарын жазыпты. Осылай оңай оқылатын, Жетісудың тарихын бұл бір таңбаға ерікке салып, бір оқылғанда адам тез түсінетін сондай композиция болуға деп. Жаңағы ол кезде жаңағы
облыстық ішкі саясат жаңағы қазір қоғамдық даму басқармасы әкімдіктен берілген хабарландыру екен. Оны алып оқығаннан кейін көрейінші деп, қатысайыншы деп, жұмыстың арасында қол тигенде біраз эскиздер сыздым. Салып бір шама эскиздер жасадым. Енді ол жерде мен конкурсқа 7 жоба ұсындым. 7 жоба, ол 7 жобаның ішінде біреу таңдалды ғой, жалпы 55 жоба түскен екен. Кейіннен білдік 17 адам қатысыпты. Фотографтар, дизайнерлер, суретшілер. Енді мен композициясы ол жерде салғанда Жетісу облысы өзі жеке отау тіккеннен кейін дөңгелек шеңбердің ішіне жоғары жағына шаңырақ, жеке оның 7 өзеніміз, және Балқаш көлі, Ала көліміз. Сонымен қатар енді Жетісудың Кіндік қаласы Талдықорған болғаннан кейін Жетісудың жаңағы Ұлы Жібек жолы. Енді 7 қасиетті сан болғаннан 7 өзен, 7 түйе, басында 6 болған түйе. Онан кейін комиссия кейіннен 7 түйені қостық. Сонымен қатар жаңағы петроглифтер, тастағы безендірулер. Енді Талдықорған өңірінде Қаратал өзен жағасында да ежелгі тайпалар өмір сүрген, тарих бойынша петроглифтер көп. Мен өзім алдында тарихи мәдени мұра қорғау орталығына директор болып жүрген кезінде көп зерттеу жұмыстарын жасағанбыз. Осы археологиялық қазба жұмыстары өткізілген тастағы безендірулер, сонда археологтарды шақырып зерттегенде анау 12 ғасырдағы суреттер көрдік. Сонда қысқасын айтқанда Арқар, жаңағы Таутеке, жаңағы петроглифтер. Мен екі жағына 2 петроглифтер қойдым. Және Ұлы Жібек жолы. Жақсы аға, енді бұны сұрап отырған себебіміз мына сол Жетісу облысының, өзіміздің облысының өңірлік төлтаңбасын көрген кезде бір ойға шомады. Енді сол одан кейін Әбілхан атамыздың картиналары да еріксіз ойландырады адамды. Сонымен бір арада бір байланыс болғандықтан өзіңіздің аузыңыздан осы елтаңбаның, біздің төлтаңбамыздың шығу тарихын білгіміз келген ғой аға. Енді мына жоғарыда айтып қалдыңыз, Әбілхан атамыздың жаңағы картиналардың тарихын айттыңыз. Енді мына отбасы туралы айтып өтсеңіз, жалпы мына Әбілхан атамыз дарынды суретші, асқан суретші екені белгілі. Картиналарының тарихы тым тереңде жатқанын, әрбір картинасы адамға түрлі ой салатын білеміз. Енді осы кісінің отбасы туралы не айтасыз аға? Енді Әбілхан атамыздың отбасына келсек, мен сол Жаркентте жаңағы шежінде той жылында таныстық, жаңағы осы Талдықорғанға жаңа келген балалармен. Осында 2 баласы, қызы келді. Енді картиналарын алып келді, көрдік, таныстық, сөйлесіп. Жаңа бір қызы заңгер болып істейді екен. Ана 2 баласы өнер жолы болғанда, бір баласы суретші екен, жаңа Нұртілеуі. Нұртас деген балалар бар екен. Сонымен жолығып, кейіннен Алматыға шақырды. Мен бір Алматыда жүріп, ол кісілеріне бардым, шаңырағында болдым. Шаңырағында болып, ол кісінің жаңағы үйінде кезінде жаңағы осы бейнелеу сурет өнерінде жүргенде өзінің конкурстан алған үлкен бір самаурынды көрдім. Жаңағы ерекше антикварный жаңағы бір музейный экспонат, керемет. Сол самаурынмен шай іштік. Жаңағы Нұртілеу ағаның жолдасы жеңгей бар екен үйде. Соны ана кісіге сыйға берілген бір ерекше бір экспонат. Сонымен әңгімелесіп, сонымен сұрадым, енді кім ұрпақта қандай атасына тартқан қандай суретшілер бар деп сұрақ қойып едім. Ол ағамыздың айтқаны, балалары, бір баласы немересі ғой, ақсақалдың Астанада Ақорданың безендіру жұмысына қатысып, сол жерде сурет салып жүрді. Енді керемет жұмыстардың эскиздерін көрдім. Ақорданың ішкі безендіру жұмысына қатысып жүрген Қастеевтің ол жаңағы бала немересі. Әбілхан атамыздың
өзінің кіндігінен тараған ұрпағының арасында да қылқаламды жанына серік еткендер бар деген сөз ғой. бар. сондай Әбілхан атамыздың ұрпағының арасында қылқалам шебері болуы бір жағынан заңдылық та енді. Өйткені Әбілхан сияқты атамыздың ұрпағы шыны керек жолын қуып ізін жалғап ісін жалғаған екен. ізбасары ғой. Жақсы. Енді Есет аға, мынау жалпы Әбілхан атамыз айтып жатырмыз, жаңағы өңірлік төл таңбаны айттық. Жалпы енді қазіргі мына суретшілердің жағдайы қалай болып жатыр? Қазір суретшілерге деген қолдау бар ма? Қалай болып жатыр жалпы? Суретшілер, мысалға, оны сұрап отырған себебім, Әбілхан Қастеев атамыздың өмір жолына қарасақ, 25-20 жасына дейін қара жұмыста жегіліп келген, қара жұмысқа салынып келген. Одан кейін ары қарай өзін дамытып, өзін шыңдап, өзін көрсете біліп, өзінің талантын бойындағы өзі танып, жаңағы өзінің сөз айтпақшы, қошқардың мүйізінен, апамның киізінен деген сияқты өзін өзі дамытып, тіпті мына арнайы сурет академиясын бітірмесе де, суретшілердің жаңағы оқуын оқымаса да, өзінің шеберлігінің дамыту арқылы сондай биік деңгейге жетті. Енді қазіргі таңда, қазіргі заман мен ол заман салыстыруға келмейді ғой. Ол заман сондай заман, ол заман бөлек заман. Ал қазіргі таңда мына Әбілхан атамыздың ізін басып, ісін жалғап келе жатқан суретшілерге көрсетіп жатқан қолдау қандай? Енді рас, ол кісі Әбілхан Қастеев табиғи талант иесі, тума талант. Енді оған ол кісіге де қалай сен осындай керемет, жаңағы айтады ғой, картина салып қайдан үйрендің дегенде айтқаны керемет жауап. Жаңағы таудың құлағынан, қойдың құлағынан, ешкінің мүйізінен, әжемнің киізінен деп сондай керемет жауап берген. Енді сонымен қатар жаңағы ары қарай кейіннен Хлудовтың шеберханасында білім алды. Енді бізде қазіргі жас суретшілер қолдау бар. Қазір үлкен бізде Алматы облысында Алматы облысы болғанда біз енді бөліндік қой. Бізде 20 шақты Жетісу облысы суретшілер одағының филиалы бар бізде, Талдықорған қаласында. Біздің жаңа төрағамыз Ермұхан Жүнісхан, ол кісінің басшылығымен көп жаңа көрмелер ұйымдастырылып тұрады. Облыстық, республикалық, халықаралық көрмелерге қолдау өте жақсы. Бізде мына әкімшілік тарапынан да мәдениет және архивтер басқармасы арнайы қолдау көрсетіп, біз мына былтыр Қырғызстанға бардық, халықаралық көрмеге. Үлкен көрме өтіп, Қазақстан мен Қырғызстан бірлескен, ол жерден суретшілер де бар, қолөнершілер, дизайнерлер. Үлкен караван искусства деген үлкен кітап шықты. Ол көрменің нәтижесінде Ресейден бар қатысқандар, және Қырғызстан, және Қазақстан өзіміздің үлкен. Енді өнер әлемді сақтаушы күш. Адам өзінің табиғи талантын бағалап, өзінің туындыларын алып шеберлігін көрсетсе, әрқашанда есігі ашық, қай жер болсын. Көрмеге қолдау бар өнерге. Жақсы. Енді мына жаңа айтып жатырмыз ғой, Әбілхан атамыз сияқты өзін өзі шыңдаса, шынымен қазіргі таңда жол ашық деп ойлаймыз. Өйткені қазір енді заман дамыған, ғаламторға қол жетімді, кез келген өзінің туындысын кез келген жерге ұсыну арқылы өзін дәлелдей алса болады. Мысалға жарнамалай алады өзін. Өзін өзі жарнамалап, өзін өзі жаңағы еңбегін әлеуметтік желі арқылы көрсетіп, өзін өзі көрсетсе де болады. Оған енді жан-жақты былайша айтқанда, енді қысқа сөзбен қайырсақ, шын талант ол тасты да жарып шығады ғой, енді сөздің шыны керек. Енді мына қазіргі таңда мына сөз бен сурет деген байқаулар жиі ұйымдастырылып келе жатыр. Одан кейін өзіміздің облыста тіл және тәуелсіздік өтті. Осы суретшілердің мерейін аспандатып, өнерін тамсандырып, ел жұртқа көрсетіп, паш етіп, насихаттаған тамаша жобалар болды. Сол жобалар туралы айтып өтсеңіз аға. Сол жобалардың болашағы және осы халыққа берері, әсіресе сөз бен суреттің арасындағы ажырамас байланысты айтып өтсеңіз. Енді 2021 жылы бізде осы Алматы облысы бізде
облыстық тілдерді дамыту басқармасының ол кездегі басшысы Болат Керімбек шақырды бір күні. Келіп, бір ақылдасатын шаруа бар, келіңізші деп. Содан кейін бардым мен. Мен қазіргі Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің депутаты ғой, ол Бөкең. Оны айтты, осындай ұсыныс қандай жоба ұсынасыз деп. Мен ақылдаса отырып, тіл және тәуелсіздік деп республикалық көрме ұйымдастырайық деп солай ойластырдық. Сол жобаны ұсындық. Содан кейін республикалық болғаннан кейін оның ережесін жазып, жаңағы үлкен конкурс жасайық деп олай шештік. Суретшілерге бір қолдау көрсетіп, бір серпіліс жасайық. Осы қаншама тілмен, мынау ақындық өнермен байланыстырайық, сөйлетейік. Суретті жаңағы бір-біріне екі өнерді қосайық деп сондай бір не болды, жоспар. Соңында жақсы жұмыстар жиналды. 200-ге жақын жұмыс жиналды республика бойынша. Анау Ақтау, Атыраудан, Батыс Қазақстан, Қарағанды барлық жақтан жұмыстар келіп, үлкен ресми ашылу өтті облыс әкімінің қатысуымен. Ол жерде онда да жаңағы енді қазақтың тұңғыш суретшісі деп өзіміздің Әбілхан Қастеевтің түрксіб картинасын неге қойдық. Үлкен пано қойып шығарып, жаңағы халық жиналатын жерге сол кісінің картинасын қойып үстіне жазып, бір не болды сонда жоба. Енді бір ерекше жақсы өтті көрме. Ол кезде бас жүлдені алған Қазақстан Республикасы Суретшілер одағының мүшесі, Суретшілер одағының төрағасы Жұбаниязов, Өмірбек Жұбаниязовтың жұмысы өте жақсы бағаланды. Керемет жұмыстар болды. Жастар қатысты, оған жалғыз кәсіпқой, оның ішіне оқушылар да қатысты. Өзі әртүрлі номинацияға бөліп, анау балалардан бастап үлкенгі кәсіпқой суретшіге дейін оны жұмыстары бағаладық. Жақсы. Енді сөз бен суреттің байланысына не айтасыз аға? Жалпы поэзиямен немесе прозалық шығармаға байланысты соларды байланыстырып, суретшілер қолына қылқалам алып сурет салып жатыр. Ол да қазіргі таңда тенденцияға айналды. Сол туралы не айтасыз аға? Енді әр ақынның, жазушының шығармасына қарап отырып та үлкен картина салуға болады. Өзі елестету арқылы да ойлап. Абай Құнанбаевтың өлеңі желсіз түнде жарғай. Оған да мысалы адам сондай бір шабыт беретін поэзиялар көп қой. Мысалы суреттеу арқылы да байланыстыруға болады. Ақынның өлеңін оқып отырып, ойға келген композицияны қолысқа түсіруге болады кенепке. Мына Бала қалам бағытында дейді ғой, Қазақстан Республикасында өзіміздің тудың авторы Шәкен Ниязбековтің бір жұмысын өзіне қатты әсер қалдырған Бауыржан Момышұлы, бір аттың үстінде тұлпар. Енді өлеңмен де қарап отырып, өлеңді ести отырып та бір сурет, картина шығаруға болады. Жақсы. Енді мына қазіргі таңда өзіңіз осы Суретшілер одағының мүшесісіз, Қазақстан Республикасы Суретшілер одағында. Оның енді бірнеше мүшесі бар, үлкен ауқымды ұйым, былайша айтқанда бүкіл еліміз, республикамыз бойынша. Енді қазіргі таңда мына біздің облысымызда болсын, жалпы елімізде болсын, болашағынан зор үміт күттіреді-ау деп сенім артып отырған Әбілхан Қастеев атамыздың жаңағы ізін жалғап, осы биікке шығады-ау деп үміт күтетін жас суретшілер бар ма? Олардан кімді айта аласыз және қандай жұмысын айта аласыз? Енді ондай жастар бар бізде. Жалпы өзіміздің мынау қазір жалпы айтқанда Талдықорған қаласының көркем сурет мектебі, ЮНЕСКО клубы дейді, сол жерде жастар тәрбиеленуде, жас суретшілер. Балалар сол жерде оқиды, мысалы, енді өзі единственный жаңа ерекше ЮНЕСКО клубының мүшесі. Мен сол жерде балалардың жұмыстары көріп, кейде көрмесіне барып тұрамыз.
олардың жұмыстары маған өзі қатты ұнайды. Енді жалпы айтқанда өнер мектебінің балалардың өсіп келе жатқан шәкірттер. Енді жер жанаты Жетісу, жер жанаты Жетісудан әлде Қастеев атамыз сияқты шығады деген үміт бар ғой. Өнерге талпынған балалар бар. Баршылық. Жақсы аға. Енді аға, сөзімізді Әбілхан Қастеев атамыздың бойындағы бір керемет қасиеттермен түйіндесек аға. Жалпы оқырманға Әбілхан Қастеев атамыз суретші ғана емес, басқа да қандай қасиеттері бар екенін айта кетсеңіз. Және қандай Әбілхан Қастеев тұлғасынан қалай үлгі алсақ болады? Ол кісі өте еңбекқор, ол ерекше тұлға. Енді мен бір кітаптарын оқығам, әңгімесін кітаптарда оқығанда бір естігем, көргем. Сахи Романов, бұрын атақты суретшілер, Қанафия Телжанов, бәрімен өздері бір сапарда болғанда, мына Қапшағай су электр станциясын салған ғой. Онда да олар сапармен жүріп, оны да бірнеше күн. Ол кісі өнер дегенде шерасын жерге қойып шыққан картинаны толық аяқталмайынша басқа ештеңеге көңіл. Бір ғана картинаны толық аяқтау. Бәрін тастайды. Тек қана соны аяқтап шығарып бітірім. Ерекше еңбекқор адам болған. Менің бір өзінің әріптестерінің есінен естігенім, кітаптан оқығаным бар. Жақсы. Енді мына Әбілхан Қастеев атамыздың өміріне, жалпы ағамыздың әңгімесіне зер сала отырып, тек асқан суретші емес, бір Әбілхан атамыздың керемет тұлға болғанды көреміз. Бұған дейінгі жазылған естеліктердің өзінде де Әбілхан атамыздың бойында үлкенді, кішіні, ешкім, тіпті адам боласын ренжітпейтін бір қасиет болған екен. Керемет жаңағы естеліктерді оқып отырып, өзіміз бір тамаша ойға қаламыз. Міне бүгін ағамызбен жақсы бір әңгіме болды. Сізге көп рахмет аға. Сізден осы бүгінгі сұхбат арқылы Әбілхан атамыздың картиналары туралы, тіпті бір Амангелді картинасын 30 жыл салуының өзі осы өнер әлеміне, сурет әлеміне деген бір керемет жоғары бағаны көрсетеді. Яғни ойдым бардым, келдім жүрдім емес, бір картинаны салуға соншама жыл жұмсап, және өзіңіз айтқанда Торғай жеріне баруы, арнайылап сол кісінің жақындарын, туыстарын іздеуі, ол шын өнерге деген адалдық. Осындай салиқалы әңгімеңізге көп рахмет аға. Өзіңізге де шығармашылық табыс тілейміз. Әрқашан жеңісті де, жемісті күндеріңіз көп болсын. Рахмет аға. Рахмет.